Бүгінгі погода әдем болып тұр ғой. Жап-жақсы погода. Білмеймін, енді қазір бір үйма сатып алмасам, мынадай көлігіміз бар, құдайға шүкір, ашайын. Құттап қойбадым. Кәнекей жүрек нормально. Тартысы жақсы, құдайға шүкір. Әкемнен қалған машина, әкеммен анам Турцияға кетіп еді. Білмеймін, олар келе ма, келмей ма, тоқтайық. Кәнекей сол жаққа қарап тұстайық, одан кейін оң жағымызға қарап тұстайық. Оң жақта да, сол жақта да дым жоқ, достар. Мен білмеймін, енді кафеге ма барып отырып, шай тамақ ішіп, одан кейін үй қарап отырайық. Енді үйде жақсы ғой, енді үй дегенде өзіміздің үйде, анау жалдамалы үй, надоело уже, короче. Қатты дөкірлей алмайсың дегенде. Білмеймін, енді мен кеттім үй көрейін. Құлтауды ұмытып баратым ғой. Кеттім шай тамақ ішіп келейін. Примерно үй тапқасын ғой, үй тауып алдым. Картадан қарап жатырмын, енді мына жерде екен, енді ұзақ жол күтеді мен қазір машинама барып отырайын. Примерно осы тұрған машинамыздан бекер алысқа қойдым, жүріп бару оңай емес. Артқа жүреміз, жай артымызға қарап алайық, одан да артымызды соғып алмайық, арт жақтан жайлап жүрейік. Онда жай алдымызға дыға саламыз, одан кейін алдымызға қараймыз да алға қарайық. Газды басамыз ғой, короче, конца ғой, пол до конца газ дегенде ғой, короче. Ал кеттім, жай абайламаса. Ё-майё, машинаны соғып алдық қой. Не болды мынау? Пападан қалған машинаны соғып алдық қой. Не деген соғып оны? Абайлай, енді қоя бер. Оны үй алайын деп жатыр. Үйге ақша жетпей қалып, тағыдай 15 миллион деп тұр. Оны үйде аз емес ол ақшада. Оны әшейін шұқылау жері ғой, оны бірдеңе жөндей салармыз. Көп не кетпейді жар ақша. Бір бампер алсақ болды екен ғой. Мен мына жерде май құйып алмасам, майым таусылып жатыр. Бұрыламыз. Бұлайынан бұрылайық. Тоқтаймыз. Достар, мен кассаға ақшаны төледім дегендей. Ары қарай мен кеттім, достар. Примерно сол районға келдік, достар. Мені тұрғы 3 этажный. 3 этажный дегенде 3-ші этажы балкон. Мен гаражы бар екен, қазір гаражыға қоя салайын, қазір үйді көре береміз, одан кейін көрерміз. Мен тоқтай салайын, құтамай қоя салайын, не керек бар үйдің алдында шыған. Қазір үйті бар екен. Достар, мен осы үйді сатып алдым, қараңдар, 3-ші этажы, мынау видті қараңдар, мен сатып алдым. Примерно алдық, достарынан қараңдар. Мен алдым. Демей. Короче, түсейік. Бұл ең үстіңгі этажы, 2-ші этажды көрейін. Не бар екен? Бұлай қарай бұрыламыз. Мына жақта не бар? Дым жоқ екен. Мына жақта не бар? Дым жоқ бұл жақта да. Мына жақ туалет, енді мына жақ балкон бар. Балкон, мына жақта енді не бар? Әшейін комтап жүр. Мына жақ енді бұл жақта балкон. Дәурек, бірақ бұл. Міне мен түсемін. Примерно ең астыңғы этаж бұл. Мына жер дәу комта, зал сияқты типа. Мына жақ енді кухня ғой, енді кухня. Сәл енді мына жақтар енді нандай, мына жақ нандай енді мына комнатамызды айтпай қойық. Енді ол жақта кішкентай қарайтын, мына жер компьютер, интернет немесе камера қарайсың, ана жақ гараж. Мына жақ енді дәу үйіміз, енді үй сатып алдық, ит кешейім бар.
мен үйді сатып алдым. Келесіде кездесеміз енді. Мен үйді сатып алдым, үйге кіріп демалып жатып ұйықтап алмасам болмады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, қалайсыңдар, жағдайларың қалай? Мен жаңадан Леонның рубрикасын ашқан болатынмын. Ол жаңадан шыққан сериямыз, лайктарын басып арнаға тіркеп. Достар, мен бұл серияны осы бүгін бастадым. Біздің Леонымыз үй сатып алды. Жақсы 15 миллионға. Енді жиһаздарымен келесі серияда көлік сатып алады. Дегендей ол көлік бір басқа нәрсе істейді. Давайте сен лайктар бар. Менің видеомды қолдап, арнама тіркеліп, 20 подписчикке жеттік. Аллаға шүкір. Давайте лайктар басып, арнаға тіркеліп, сіздермен болған мистер Ероха. Пока-пока.